Ақтауда баспанасыз қалған отбасы көмекке мұқтаж. Балаларының алды мектепке барса, кішісі 21 күндік шақалақ. Бұл отбасы осы күнге дейін жатақханада тұрған. Елді жалмаған қауіпті індет бұл жатақхана тұрғындарында айналып өтпепті. Бір емес бірнеше адамнан вирус анықталып, бүтін бір жатақхананы оқшаулауға жабатын болған соң, амалы таусылған Маржан Аюпова қызы мен жиендерін алып шығып кеткен. Алғашында пәтер жалдап тұрған. Арада 2 күн өткен соң пәтер иесі балаларыңыз көп деген сылтау айтып, мәдениетті түрде үйді босатуды сұраған. Қайда барып кімнен көмек сұрарын білмеген Маржан иесі жатқан бір сарайды уақытша паналауды жөн санайды. Не жарығы, не жылуы жоқ үйде тұрып жатқан отбасы табылғанды талғажау етіп, есік алдына от жағып, ас суын қайнатып күн көріп жатыр. Жығылғанға жұдырық жастайынан тауқымет көрген Маржан Аюпованың кіші қызынан туған жиеніне 3-ші дәрежелі 2 ота жасалмақшы. Жиеніне алаңдаған зейнеткер сол баланың амандығын ойлап, еріксіз көзіне жас алды. Шарасыз қалған Маржан Аюпова науқас баланың аман қалуын ойлап, оны оқшаулы күйінде анасымен бірге жатақханаға тастап кетуге мәжбүр болған. Малғара болса да табайық, сосын Маңғыстауда бар шығар. Ең болмаса паналайтын көрке болса да. Қожекеңнің сол жерде жатып, аяғымыз шығып жатса да. Жатайық деп, осы жерге келдік. Қожайыны табылды. Ол бала кеше келіп, бізге көмегін берді қол үшін, суын жағды. Апа, тұра беріңіз, енді әлде адамдар бар, қоғам бар, акимат бар, сізге көмектесер деп, ол бала өзінің рұқсатын берді. Енді менің ең бір Алладан тілейтінім, осыған да шүкір етем де, ең Алладан тілейтінім осы ота жасалайын деп жатқан баламның, екі ота ғой, 3-ші дәреже. Сол аман есен жасалып, аман есен денсаулық, аман есен бауырларының қатарына қосылып, мектепке барып, білім алса екен, мен тек қана сол баланың денсаулығы. Мынау мені ешқандай қинап тұрған жоқ, шынымды айтып. Барар жер жоқ ананың жағдайына Ақтау қаласының әкімі Нұрдәулет Қилыбай да бей-жай қарамады. Елден көмек сұрағандарға өзі келіп, мән-жаймен танысты. Қала басшысы бірден іске көшіп, баспанаға мұқтаж отбасыға жатақ орын тауып, көшіріп беруді жауапты мамандарға тапсырды. Онда бүгін көшіріп босатып қойыңызға дайындап кетіп. Бүгін көшсін апайлар. Шаһар басшысы бұдан бөлек бір реттік тағаммен қамтамасыз етуді де қолға алатынын айтты. Енді алаңдайтын еш негіз жоқ. Бастысы баспана табылды. Ол жерде барлық жағдайда жасалған. Нәметкен Саматқызы, Абай Жанспаев, Ақтау Ньюс.